Армысыздар, достар. Ассалаумағалейкум. Сол шайдың әңгімесі. Бір жігіт жеңгесін қатты жақсы көреді екен. Жас жеңгесі. Жаңағы қазақта енді айтылып жүрген сөз ғой, мен айтты деп бәрің ойбай сондай айтты демей ақ қойыңдар. Ол жаңағы қазақта айтады ғой, жаңағы бір жеңгесінің бір аяғың байыңдікі, бір аяғың қайындікі деген сияқты. Жеңге мен қайынның арасында әзіл көп. Әуел бастан бастайын, солма дертің қайынмау дейтін біздің жас кезімізде бір өлең болатын. Соны жеңгелерімізге айтып, жеңгелеріміз шексілесі қатып күліп, олар да жауап беріп, сондай қызықтар болатын. Сондай бір бозбала жеңгесіне өзеннің жағасына атын суаруға барады, аны суалуға барады. Сол кезде әзілдеп айтатын көрінеді: жеңше, өйстіп жүре береміз ба, дым көрмей. Бізді үйретсе, ертең бізді көрші ауылға қыздарға ұрын барамыз. Сол кезде әйтеуір мақау екен демесін де, күлмесін де бізге деп, жеңгесі де әзілдеп анау мынау деп. Бір күні тағы да бір судың басында кездесіп қалғанда айтыпты: қайным, анау күнгі сөзің бұлай серьезный әңгіме ме? Бүгін ағаң қалаға кетейін деп жатыр. Қалаға барып андай мындай алып келем дейді. Арбасын, атын жегіп, арбасын дайындап, майлап дайындап жатыр. Сен кешке, егер серьезный болса, кешке өт, ел жатқаннан кейін деп. Саман ана бозбала жарықтық, кәдімгі жаңағы Аханов айтпақшы, қылыштай тауып алшы, қылыштай тауып, не дейді жаңағы, жап жас бір тауып алшы қылыш жігіт дейді ғой, кіммен, әсем ережемен айтысқанда. Сол сияқты анау жаңа қайнысы кешті зорға батырып, күнді қолмен ұстап батырғандай қылып тура зорға дегенде кеш қылып, қараңғы түсті, одан жаңағы кішкене айдың жарығы басылсын деп, тас қараңғы болған кезде жаңағы ағасының ауылда туысқан ағасы ғой енді, бір ауыл болғасын, бәрі бір-бірімен ағайын туысқан болады, алыстау ағасы ғой енді. Өзімен тетелес жаңағы 4-5 жас үлкен ағасы ғой. Шуылдатып жаңағы қуыс-қуыспен жаңағы сай-саймен жолшыбай жаңағы артық киімдерді тастап, шеттегі жаңағы өзеннің жағасындағы ағасының киіз үйіне жақындап жаңағы қараса, киіз үй тас қараңғы, тып-тыныш болып тұр дейді. Кішкене ғана бір сәуле көрінеді дейді, болар болмас. Майшаммен отқанды көріп барған ғой жаңағы. Анау бәрі дайын болсын деп, о кезде түйме, сырма деген жоқ қой, замок деген. Жіппен байлап қояды ғой, жіп шешілмей қалмасын деп, жіпті шешіп қолына бәрін ұстап алған ғой, ұстап жаңағы жеңіл штанды. Көріп барған кезде қараса, ағасы төрде шай ішіп отыр дейді, жаңағы туысқан ағасы. Анау не істерін білмей қалған жаңағы жартылай жалаңаш өзі. Жеңгесіне бір қарайды, ағасына бір қарайды. Масқара болып жаңағы көз төмен қарап, кірпіктерді дірдіретіп, не айтарын білмей. Ағасы: жынсың ба, таңа еді, не істеп жүрсің? Оңбаған, көзіме шөп салайын деп жүргенсің ғой сен. Әкел ана диірменді депті жеңгесі. Диірменді ал, ағаң диірменді алдап жатыр ғой депті. Ол кезде андай дәу екі тасты бір-біріне беттестіріп жонып қойған диірмен болады. Соған жаңағы талқан тартады. Тарыны, бидайды жаңағы. Кей кезде содан ұнды да тартып алады, нан пісіретін. Содан жаңағы анау байқұс сасқалақтап бір қолымен жаңағы тасты ысырып шетке шығарып, жеңгесі жарты қап бидайды әкеп қасына, қуырылған бидайды әкеп қасына қойып. Сөйтіп жаңағы, ал талқан дайындап, анау бидай таусылғанша тартып талқан деп. Ана жігіт азанға дейін ана бидайды талқан қып, жаңағы тасты бүйтіп қолмен айналдырады ғой. Айналдырған, қолдың еті жарамай қалған, қолдың бәрі ойылып кеткен, еңкейіп отырып, бір орында қимылдамай отырып, тарта бергеннен кейін бел қатып қалған, еңкейіп, тоңқайып, үйіне азанда зорға жетіп. Содан бір апта ма, кім біледі енді, 10 шақты күн өткеннен кейін ағасы, шынымен жаңағы туысқан ағасы қалаға атты арбаға жегіп кетіп қапты. Оны көрмеген ешкім.
Сөйтіп жеңгесі судың жағасына келіп тұрса, қайынысы атын суарайын деп келе жатыр екен. Қайыным депті, анау күні онша дұрыс болмай қалды, өзімді ыңғайсызданып ұялып жүрмін. Кетем деп еді, кетпей қалды ғой анау ағаң. Бүгін енді точно кетті ағаң депті. Бүгін кешке Құдай қаласа өтсейші депті. Сөйтсе қайынысы айтады дейді, әкеңді пәлен қылайын, талқандарың таусылайын деді ма деп. Құрметті ағайын, талқандарың таусылмасын. Талқаны таусылды деген жақсы сөз емес. Талқандарың таусылмасын. Аман болайық. Аман болайық.